Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет салат дайындаймыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алыңыздар. Алдымен бізге керек брокколи. Брокколиді бөліктерге бөліп аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның сесін баса кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Міне енді жақсылап суға салып жуып аламыз. Жақсылап жуып болғаннан соң 5 минут қайнатып аламыз, тұз салып. Қайнап шыққаннан соң дәл осылай ыдысымызға салып аламыз. Бізге керекті заттарды турап аламыз. Қиярымызды дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Егер дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Өте пайдалы салат, жасап көріңіздер. Өте көп продуктаны қажет етпейді, үйде бар заттармен дайындалатын салат. Әрі пайдалы салат. Болгарский перцімізді де дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Помидорымызды де дәл солай видеодағындай етіп турап аламыз. Турап алған заттарымызды барлығын ыдысымызға салып аламыз. Брокколиді де бөліктерге бөліп аламыз. Көк пияз бен кинзамызды турап саламыз. Бізге переправа қажет болады, итальянский. Егер болмаса, салмасаңыздар да болады. Тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Сосын оливки масло қоямыз. Егер оливки масло болмаса, растительный масло да болады. Жақсылап қойып, салатымызды әдемілеп араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, салатымыз дайын болды. Дастарханымызға тарта беруге болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіріп жатқандарыңызға ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.